Көлсайға баратын жолдағы Чарын өзенінің басы үлкен жыраның ішінде таудың арқыраған мұздай су ағып жатыр. Табиғат өте керемет. Бірақ төменге қарай қорқынышты, абайлау керек. Сат ауылынан Қайынды көлге дейін 12 км. Бұл жерге жай көлік бармайды. Сондықтан Сат ауылының жанынан осындай аға сияқты жол талғамайтын астывик көліктерді жалға аласыз. 4 адамға 5 адамға арналған, шамамен 10-15 мың аралығында. Демалыс күндері, мереке күндері қалай баға? Қосасыздар ма? Осы баға. Қосылады, е? Или осы баға ма? Осы баға. Бұл жер Қайынды көлге өтетін посты. Әр адам басына 750 теңгеден ақша алады. Бір ескерте кететін жағдай. Сіз Көлсайға барсаңыз да ол жерде де осындай ақша алатын пункті бар. Сондықтан ең бірінші Қайынды көлге келсеңіз, осы жерден төлеген ақшаңызға чек алсаңыз, Көлсайдың постына сол чекпен өте беруіңізге болады. Әйтпесе 2 рет төлеп шығынды аласыз, есіңізде болсын. Сат ауылынан Қайынды көлге дейін, көлік осы жерге дейін келеді. Ары қарай жаяу барамыз. Міне жерде ат жол, әжетхана дейді. Міне біз жалдаған көлік осындай. Егер өз көлігіңізбен келсеңіз, осындай машина дұрыс сияқты. Жол енді сұмдық. Қайынды көлге шамамен келіп қалдық. 2 шақырымдай жаяу жүрдік. Күн ыстық. Шаршадың ба? Иә, шаршап кеттім. Негізі 3000 теңгеге атпен келуге болады. Бірақ ондай жерге келгеннен кейін жаяу жүріп, бір арам теріңді шығарып, табиғаттың аурасын сезінуге болады. Міне Қайынды көліне келдік. Бұл жер қазір теңіз деңгейі 1940-50 метр биіктікті көрсетіп тұр. Бір үлкен сайдың іші, су сондай тұнық, мөлдір, бірақ суық. Бұл жерде суға шомылуға тыйым салынған. Алматы облысы Кеген ауданындағы ең бір сондай айбат жердің бірі. Судың тұнықтығы, мөлдірлігі өте керемет, ләззат сыйлайды. Судың суықтығы бірақ енді өте суық, аяқтан суық өтеді. Бірақ енді біз көріп жүрген күнде өте күн басындағы су сияқты. Жас кадрлар үшін шыдауға болады. Бұндай суды ішкен дарман, ішпеген дарман десең. Таңертең Қайынды көлге бара жатқанда күн ыстық болатын. 6 айырымыздан тер кетіп әрең шыққанбыз. Міне қайтатын кезде жаңбыр жауып кетті. Сондықтан таулы жерге келгенде қосымша киім зонтик дұрыс сияқты. Жаңбыр, бірақ сондай бір керемет таудың қарағайдың иісі жаңбырмен араласып бір ерекше әсер.
Міне Қайынды көлден түсіп келдік. Осындай арнайы автотұрақта көліктер күтіп тұр. Біз жалдап алған көлік бізді күтіп тұр. Қазір Сат ауылына түсеміз, ары қарай Көлсайға кетеміз. Сат ауылының кіреберіс жеріндегі жұрт мақтаған киіз үй бар. Асқана кафес деген. Лагманның түрі мынау, ботқы сияқты. Пельмені мынау, су татыған. Ал бір шайнек сүт шайды, бір шайнек шүрет тапсырдық, шүретінде осындай. Пожалуйста. Мына ол мен жартылай қалды, аш. Аш қайттықты жоқ. Мына пловты ысытыпты енді, амал жоқ. Мынау Көлсайға баратын жол. В общем, қарым тоймады. Тамақ ашпыз қып-қызыл. Мына жер біреу тұр ма? Ал, бұл Көлсай, бірінші Көлсай, сондай керемет, тұнық, айбат көлдің тұнықтығы, мөлдірлігі, сондай ерекше. Бұл жерде қайық осындай катамаран жалдау сағатына 6 теңге тұрады, 4 адам, 5 адам бірге. Достарыңызбен кірек жалдауға болады. Бірақ шыны керек, бұл қайықты мен бірінші есіп тұрмын. Оған кәдімгі бір математика немен болса күште қажет екен, ақылда керек екен. Жалпы Алматы облысының табиғаты өте ерекше. Қай жеріне барсаң да өзіндік бір жердің керемет табиғаты, сұлулығы бар. Кеген ауданындағы Көлсай соның бірі де бірегей, Жетісудың жер жәннаты деп аталатын ең бір туристер, жалпы Қазақстанның түкпір-түкпірінен көптеген қонақтар келетін, тамашалайтын әсем табиғаттың бірегей жері осы міне Көлсай. Өте керемет, таудың сәл бір биігінен шығып жоғарыдан қараған көрінісі. Оп. Жоға кеттік. Да, хорош. Сразу чекет. Суық па? Күшті. Жақсы, е? Суық суға түскеннен кейін денең бір күйіп барып қызып күшті болады екен, е? Қызып барып. Бұл таққа кімдер отырмады дейсің? Қан болулар маған бәрі отырған сияқты, бірақ бұл тақ 30 жыл емес, шамамен бір 2 минут, 3 минутқа ғана отырғызады. Қазір шүтлектерімді орындайым, қан болам 2 минутқа. Шишілікке жетпейді, мас оқымық. Шишілікке жетпейді, мас оқымық. Ал, шүтлектерімді орындайым, даттан бұзайтындар. Жомарт, тілегіңді айт, орындайым. Қазір шүтlegіңді айт. Вот чоң жоғарып бірінші тамақ шиш. Аш қалдық қой. Аш қалдық қой, мынаяқтан тамақ ішеміз деп. Көлсайда керемет осындай фотоға түсетін жер бар. Осындай ұлттық нақышта қазақ киімдермен ханның тағында. Моментальный фото. Бұл жерде көлік қоюға арналған үлкен тұрақ бар, сосын киіз үйлер бар. Күні 15 теңгеден отбасыңызбен келіп жатсаңыз, киіз үйге тамағыңызды, жейтініңізді әкеп алсаңыз, 1-2 күнге асықпай қыдырып демалуға болатын жер. Ат та бар, басқа да қосымша қызметтер де бар екен. Бастысы өзіңіздің ақшаңызды экономдау үшін барлық жем тамақ, тағам дегендердің бәрін өзіңіз әкелуіңіз керек.